Бүгінгі подкастымызда біз қоғамдық мәселелері туралы айтайын деп едік. Оларға жарнама көрсетеді алаяқтар, и біздің адамдар мынау жарнама жейді. Эмоция кімде пайда болады, кімде ақша болмаса, Тәуелді адам ішінде оның психологиялық структурасы өзгереді. Ми керек жоқ. Алаяқтар әрқашан уәде береді, Бумага бар, лицензия бар, все поддельно. И олар годами могут ждать. И так и жизнь заканчивается потом. Мен психологиялық кедергім бар дейді. Каждый должен свои ошибки совершить, за них заплатить, сосын посмотреть на результат. Ақыл азбайды, білім тозбайды. Құрметті достар, қайырлы күн. Мен есімім Николай. Бүгінгі подкастымызда біз қоғамдық мәселелері туралы айтайын деп едік. Біздің қонағымыз ол кісі Владиславтың лингвистік зерттеуші, қазақ тілді оқытушы, полиглот, және де Юрий Ли деген кісі. Санасыз ба? Юрий ол кісі заңгер, және де қаржылық эксперті. Сол бүгін біз қаржы пирамидалар туралы айтамыз, және де біз қазақ тілі туралы айтамыз, психология туралы. Сол жалпы қандай мәселелер қазақстандық қоғамда бар. Владислав, соларды түсіндіреміз. Сол туралы айтып жіберіңізші. Қазақ тілі туралы ма? Қазақ тілі туралы екі тілде біз сөйлесейік. На двух языках. Жарайды. Так, менің атым Владислав. Мен тілді зерттеймін, қазақ тілін зерттеймін, қазақ тілі бойынша кітаптар жазып жатырмын. Бір кітап жаздым, енді қоғамда мен ұсын бедім. Енді қоғам оқысын, үйреніп алсын қазақша менің методикам бойынша. Ары қарай қарайтын болсақ, адамдар қиналмасын, қазақ тілін білмегендіктен жақсы біле берсін деген ниетім бар. Енді айтатын болсақ, біздің үшімізді не байланыстыратын нәрсе не болса, ол қазақ тілі. Себебі Юрий Мырза да менен сабақ алып жүрген азамат ретінде білесіздер, сізді де бұрын менен сабақ алғансыз. Мен сабағым бойынша сіз меңгеріп алдыңыз тілді. Енді қазақша сөйлеп жатырсыз. Енді кішкене болса Юрий туралы Юрийге сөз береміз. Қиын болса орысша, қазақша, екі тілде де болады. Жақсы, құрметті көрермендер, менің атым Юрий Ли. Мен заңгермін және қаржылық зерттеушімін. Мен stoppyramida.kz және сапасауda.kz жобалардың автормын. Мен және менің команда қаржылық пирамидалармен, интернет алаяқтармен және қаржылық мәселелермен айналысамыз. Күнде біз контент жасаймыз, әлеуметтік желілерге түсеміз, қаржылық пирамида туралы, интернет алаяқтар туралы, қалай алаяқтар выявлять, қалай қандай белгілер бар, және біз контент түсеміз, қаржылық мониторинг агенттігімен біз айналысамыз, сотрудничество жасаймыз. Мен бұл агенттігінде қоғамдық кеңесінде мүшемін. Мүшесімін, Бізде өте көп жұмыс бар, сіз білесіздер.
біздің елімізде бұл қылмыстар күнде көбейеді. Және біз консультация адамдарға береміз, оперативная информация правоохранительным органам береміз. Өте қызық жұмыс. Және қазір маған қазақша керек, себебі өте көп адамдар, біздің елімізде көп адамдар қазақша сөйлейді, және оларға қазақ тілінде мен контент жасағым келеді. Бүгін біздің жаңа тәжірибеміз болады, қазақ тілде сөйлесейік. Юрий, мен сұрағым бар. Неге адамдар, көп адамдар қаржы пирамидаларға бара жатыр? Неге? Өте қызық, өте маңызды сұрақ. Екі түрлі адамдар бар. Бірінші түрлі адамдар кім на финансовых, қаржылық пирамидалардан табыс алады. Люди, которые зарабатывают на этом. Және екінші түрлі бұл адамдар кім қаржылық мәселелер білмейді. Және олар чисто курбанлар. Вот. Поэтому есть кто обманывает, есть кто обманутый. Но олар екінші түрлі обманутый, тоже можно сказать самообман. Қалай болады қазақша? Өз-өзін алдайды. Вот. Және екінші түрлі адамдар, олар без трудового участия, еңбексіз табыс алғысы келеді. Халява сияқты ма? Халява сияқты. Және олар хотят съесть конфету, но съедают обертку просто. Кәмпит жегісі келеді, бірақ. Қызық, себебі мен психологпын, что мен психолог жұмыс істегенде, кейде сондай адамдар маған келеді. Олар, мен не байқадым, олар екі сәттер бар. Бірінші, олар кәдімгідей жұмыс істегісі келмейді. Ол қарапайым жұмыс, ол қызық емес оған. Ал екінші сәт, олар жалпы білімсіз адам сияқты. Олар білім жоқ. Қаржы туралы қанша пайыз кредит немесе қарыз болады білмейді. Болатынын білмейді. Сіз қандай ұсыныс бере аласыз сондай адамдарға? Олар білмейді и знать не хотят. Білгісі келмейді. Білгісі келмейді. Себебі біз оларға контент береміз. Оқымайды, олар, Кореяға бар, там учи адамдар. Сосын бір ай проходит, 1 месяц келді, олар за помощью. Ой, ты был прав. Менің ойымша адамдар оқығысы келмеді, көргісі келеді. Оларға кішкентай видео жасау керек. Олар көреді, түсінеді. Сіз қалай ойлайсыз? Кітап оқымайды ғой, Этих видео өте көп бар, қазір бәрі адамдар видео ұнайды, мне кажется. То есть маған видео ұнайды тоже. Бірақ адамдар просто самообманом занимается олар. Вот и все. Оларға жарнама көрсетеді, алаяқтар. И біздің адамдар мынау жарнама жейді. Все, болды. Балық сияқты. Біздің контентта өте көп ақпарат бар, по полочкам біз раскладывать жасаймыз. Неге бұл проект қаржылық пирамида,
қалай белгілер бар, где қай жерде проверять керек, қай сайттар, қай құралдар бар. Өте көп адамдар қарамайды, қарамайды. Олар қарады, тек вот ол жымаған ақша түседі. Мен оларға объяснять жасаймын. Мошенники, если ақша бермейді, қалай ол с тебя сегодня он $100 получит, завтра тебе 10 отдает, сосын, чтобы с тебя 1000 получить. Это же просто схема. Бұл схема. Адамдар пока түсінбейді. Бірақ өте көп адамдар бар, кім бізге рахмет деді. Хорошо, что не посмотрел видео, және бұл лохотронға ақша бермедім. Сол адамдар өте көп бар. Қаржылық сауаттылығы бойынша сауатсыз адамдар Қазақстанда ғана емес, басқа елдерде де көп. Мысалы, Америкада қаржылық сауаттылығы бойынша сауатсыз адамдар көп па? Өте көп. Өте көп. Сол жерде өте көп, как люди, которые переезжают, өте көп мигранттар бар. Ол бірінші вообще тобы кім подвержены, қаржылық пирамидалар және алаяқтар. И Америкада регулярно қаржылық пирамида, особенно криптовалютамен және всякий лохотрон шығады. Шығады. Бір мысалы бар, округ Вашингтон, штат Вашингтонда бір адам в церкви, шіркеуде на базе паства қалай болады адамдар? Келетін адамдар. Кім там Құдайға помолиться пришли, ол их пирамидаға всех шақырды, және $6 миллион ол алды. Жақсы бизнес ғой? Вот Америка. Бұл Америка. Шіркеу христиан. Қытайда смертная казнь сразу. Онда Қытайда алаяқтық азырақ па? Қытайда алаяқтық бар. Бірақ олар қытайстер. Сразу дисклеймер, с национальностью это никак не связано, это факты. Олар Қытайда схема жасамайды. Қытайдың ішінде жоқ. Себебі Қытайдан алаяқтар, олар Таиланд, Камбоджа, Мьянма және басқа елге шығады және ақша ұрлады. Қытай тілінде сөйлеп? Жоқ, олар әртүрлі адамдар, кім орысша, қазақша, қазақша пока мы прям так не видим, орысша вот, және франкоязычный болады, англоязычный, Жапония, Корея. Бұл адамдар заманивают, сосын паспорт алады и в колл-центр работать заставляют. Все. Осындай алаяқтық. Похищают людей олар. Схема сияқты. Это қалай организованная преступность. Егер адам кедей болса, ол сол схемаға немесе сол қарыздың жағдайға келетін шығар. Вот это өте маңызды мәселе. Себебі кедей адамдар подвержены. Олар подвержены, себебі постоянно олар дополнительный доход қалай қосымша табыс тапқысы келеді. Бірақ стоп пирамидада біз өте көп адамдар білеміз, кім екі образование бар, ақша бар, активы бар, өте көп, және олар миллионы қаржылық пирамидаға түседі. Және біздің зейнеткерлер кімде накопление бар,
тоже олар подвержены, очень сильно подвержены. То есть билимді адам ол да сол Олар білімді адам на бумаге, қағазда, да. Екі диплом бар, бірақ ол эмоциональное решение шешеді. Эмоциямен қаржылық шешеді. Бірақ грамотный адамдар, нағыз кәсіпкер, олар не эмоциональный емес, олар это рационалдық. Как это правильно? Шешегенде при принятии решений. Шешкенде. Шешкенде. Шешім қабылдағанда. Шешім қабылдағанда адамдар мимен решение шешеді, бұл жақсы болады. Бірақ алаяқтар, олар же всегда на эмоции. Триггер. Из рационального олар в эмоциональный адамдар түседі, және сол жерде адамдар уже мозгами не думают. Ми керек жоқ сол жерде. Алаяқтар түп санада крючок лақтырады. Ограниченное количество мест. Там куча уақыт жоқ. Лучшая позиция на рынке қазір. Нарықта қазір вот уникальная позиция бар. Да? Срочно. И у адамдарда ми қоспай, как это отключать? Өлшейді. И олар эмоционально қаржылық решение принимать жасайды. Ну, бірақ себебі Николайдың сіз дұрыс айтыңыз ғой, адамдар кейде болса, кейде олардың ақшасы аз болса, оларда ақша керек болса, олар эмоционалдық сезімге беріледі. Эмоция кімде пайда болады, кімде ақша болмаса. Ақшалы адамдарда, бай адамдар не үшін олар бай? Себебі олар эмоциямен емес, мимен жұмыс жасайды. Мимен жұмыс істейді, сондықтан олар бай. Ал кедей адамдар, олар немен эмоцияға беріліп, и алаяқтар оларды алдап кетеді. Және кедей адамдар часто, кедей адамдар жиі басқа адамдарға көреді. Ол алды, эти дивиденды алды, ол квартира алды. И все, это для них пример. Олар қызғанады? Қызғанады ма? Завидуют? Может. Мүмкін, мүмкін. Бірақ сол мысалы для них как это посыл к действию. Он заработал, я тоже сейчас заработал. Бірақ это подстанова просто. Оңай ақша тапқысы. Прикормку, олар прикормку дают вот в верхнем уровне, а нижние все на них смотрят, сол жерде ақша бар, и кредит алады, қаржылық пирамидаларға түседі, там квартиры, машины продаются, сын ақша алаяқтарға береді. Юрий, сіз өзіңіз жұмысыңызда сізде психологиялық көмек керек? Мы и так как психологи в каком-то смысле. Себебі өте көп адамдар в неадекватном состоянии келеді. И біз успокаивать жасаймыз, объяснять жасаймыз, да, документы береміз, выход көрсетеміз, да, қайда қалай бұл ситуациядан қалай шығу болады. Вот біз объясняем, көмек береміз. А бай адамдарда бара ма пирамидаға? Кедей адамдар ғана емес. Бай адамдар, вот өте көп зейнеткерлер, кімде накопление бар. Олар очень подвержены. Себебі накопление бар, олар думают, ой, банковский депозит өте аз. Вот надо там что-то заработать. Криптовалюта. Криптовалюта, там всякие видео олар көреді, реклама көреді, там
чатта өте көп алаяқтардың чат бар WhatsApp'та, Telegram'да, және олар адамдар кімде ақша бар, их быстро вычисляют. Ал криптовалютамен айналысатын пирамидаларда көп па? Я өте көп. Қазір, ну, большая часть, үлкен үліс, Олардың көбі. олардың көбі криптовалюта пайдаланады. Пайдаланады. В криптовалюте олар эти салықтар алады. Криптовалютамен, е? Криптовалютамен, иә. Себебі ол өте құпия, қалай скрытый, непрозрачный болады. Жасырын болады. Иә. Және де көп адамдар криптовалюта саласында мүлдем түсінбейді, менің ойымша. Ол қиын, ол өте заманауи мен үшін дейді. Көп адам түсінбейді криптовалютаны. Бірақ олар түсінбейді, бірақ криптовалюта салада және инвестиция салада өте көп адамдар, олар, как эти, которые подвержены кумар ойын. Кумар ойындарға. Как они это? Берілетін, можно, подвержены. Нет, люди, которые азартных, как их называют? Игрок сияқты? Джок. Ну, этот термин есть, который проигрывает все в это. По-русски? Да. Лудомания? Олар лудоманы. Лудоман. Один в один. Вот лудомания, да, криптовалюта, да, инвестиция, да. Тәуелді адам, иә. Олар знание жоқ, бірақ зарабатывать хотят. Қалай знание жоқ. Мүмкін тәуелді адам, ол бұл ауыр сияқты. Олардың поведение один в один, как у лудоман. Тоқтамайды, иә? Никакие аргументы. Біз дерек береміз, видео береміз. Оларға көмектесе алады ма? Немесе олар керек емес? Когда все потеряют, вот тогда жоғалтқанда на своих ошибках олар учиться болады. Себебі сіз білесіздер, көп адамдар умеют зарабатывать ақша. Ақша таба алады. Бірақ ақша приумножить и сохранить, это өте қиын. Көбейте алмайды. Ерекше дағды керек, навыки. Навыки керек. Және спешка, вот не должно быть спешки, да? Асығыс болмау керек. Рационально, без спешки. Бірақ адамдар, вот рекламу увидел, и поведение секты, как их, лудоман секты. Все, последние олар. Мысалы бар ғой, Кока-кола рекламасы бар ғой. Кока-кола көреміз, Кока-кола көріп, ішкіміз келеді. Кока-кола ішкеннен кейін емес, Кока-кола пайдалы емес денеме. Бірақ бәрібірде іше беремін, себебі реклама көрдім. Сол сияқты, Или сигарет, мысалы, сигарет. Мальборо, жақсы сигарет. Мен енді шегем, тартам сигарет. Бірақ Кока-кола мен ол басқа салдары, ол басқа уақыт келеді. Ал ақшамен байланысты. Сол сияқты болады ғой. Реклама көрсе, все, жарнама көрсе болды, Увидел рекламу и все. Бірінші қадам триггер, екінші қадам реакция, адамдардың реакциясы. Содан кейін әрекет. Алаяқтар өздері тонкий психологтар. Они сами психологи. Олар психологи, но там все примитивно. Инстинкт. Там ничего гениального нет. Бірінші реклама, екінші прикормка. Все. Ал біз балықпыз, мы рыба. Олар балықшы. Ол өте ескі схема ғой. Ескі. Старый как мир. Неге заманауи адамдар түсінбейтін шығар. Адамдар кім жоқ сөйлей алмайды, не умеет говорить нет. Все, ол подвержен. Ему один день, бір апта, бір ай будут звонить, говорить, и ол сломается.
А если он сказал один раз, кет вот, далеко, и трубку положит. Жеке шек Всё. сезінетін адам ол өзінді қорғай алады. Я. Ал егер адам ол жоқ сөйлемейтін адам, ол жақсы сияқты. Олар всю жизнь будут терять. И от мошенников олар будут терять, и в Тускандарынан. долг адамдарға будут давать, и еще что-то. Вот умение говорить жоқ сөйлесейтін адамдар, это люди с характером, да, люди Стержень. более находятся в безопасном қауіпсіздік состояние, да, кондишн, да, олар это находятся. Турады. Мүмкін бұл эволюция. Эволюционный отбор. Эволюция Я, бойынша бұл эволюция, я. кей адамдар Дұрыс. сондай адамдар әрқашан бола береді. Всегда будут такие. Я, бірақ олар все время сосын ол когда это понял, қалай болады. Түсінгенде, что алаяқтар это алдады, олар начинают виноватых очень часто искать. Государство виноват, полиция виноваты. Еще кім. Кінәлайды, Бұл өте жаман. Признание ошибки, ол... Инфантильная позиция. Я. Признание ошибки, бұл бірінші шаг, бірінші қадам к изменениям. Өзгеріске. Дұрыс айтасыз, олар кішкене балалар сияқты, Я. Психология, да, бір фраза бар, я узнается по его сопротивлению. Егер адам жоқ сөйлей алса, ол өзі сақтай алады. Орысша айтқанда, говорят вот в психологии, что если у человека есть вредные привычки, то он еще ребенок. То есть человек, который мог побороть свои вредные привычки, любого рода, он взрослый. Сол сияқты кішкентай балаға кәмпит бермесең, он жылайды, да, кәмпит бер. Бізде да реклама жақсы реклама көрдік, оны аяқша тапқым келеді енді сол реклама бойынша мен пирамидаға кіріп кетем. Сосын олар мені алдайды, мен кәмпит жегім келіп еді, енді кәмпит. Танымал зефирлік эксперимент болған. Ол егер бала 2 минут бойы отыр алса, содан кейін ол 2 зефирді кәмпитті алады. Мысалы бар ғой, мен сникерс жеуді жақсы көремін. Сникерс жақсы көремін. Кәмпит. Сникерс үстінде сникерс болса, мен білем, енді қарным шығады, мен семірем, зиян келтіреді маған сникерс. Но үстінде тұрса, мен біреуін екеуін жеп және адамдар кім обмануты алдады адамдар. Алданған адамдар, олар өте жиі ждут, что күтеді, что скоро деньги болады. Ақша қаржылық пирамидадан ақша түседі, подождать керек, проблема бар, и олар годами могут ждать, думая, что доверчивый. Ақша келеді. Сіз психолог ретінде не ойлайсыз, неге ондай адамдар бар, оларда қалай көмектесу керек, оларды қалай сондай адамдарды азайту? Тәуелділік ол өте қиын мәселе. Менің ойымша, ол тәуелділік әртүрлі бар. Алкоголь немесе зиян әрекеттер өте қиын, себебі адам тәуелдік болғысы келсе, тәуелді болғысы келсе, оған көмек өте қиын береді. Себебі оның шешуі керек. Ол бірінші қадам, мен тәуелді адаммын дейді.
Мысалы кей адам наркоман болса, иә наркоман оған наркотик керек, наркотик. Бірақ ол наркотикті көріп қалса алады. иә Сондықтан менің ойымша наркотикті алып тастау керек, убрать надо, да? А оны қалай алып тастайсың? иә Пирамиданы қалай алып тастайсың? Как уберешь пирамиду? Ақша заберут у него, и все само пройдет. Наверное. Мене айтайын дегенім, пирамида не кончится. иә не буду, тағы да адам ішінде, сол тәуелді адам ішінде оның психологиялық структурасы өзгереді. Ол ақша жоқ болса, немесе наркотик болмаса, ол содан кейін әртүрлі басқа заттарды табады. Иә. Ол басқа адамдармен адамдарға байланыс болса, ол содан кейін туысқандармен немесе достардан тәуелді болады шығар. Түсінікті. Сіз сондай адамдарға қандай кеңес бере аласыз? Біздің контент смотреть. Көру керек. И және біздің әлеуметтік желілерде өте көп адамдар, кого я забанил, бар. Олар одни и те же вопросы задают. Вот, а это лохотрон, мына лохотрон, мына лохотрон. Вывеска просто меняется, суть одна и та же остается. И мы ему как эти подсказчики бесплатные. Я их всех забанил. Пусть он все потеряет, ну как-то придет. Или его за ручку вот так водить, взрослого человека. Дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Каждый должен свои ошибки совершить, за них заплатить, сосын посмотреть на результат. А когда этого человека, адам, за ручку куда-то ведешь, он все время будет ошибки делать, и сосын ты виноват. Сіз туралы адамдар, көбірек адамдар білу үшін не істеу керек? Көп адам сізді, көбірек адам сізді Қазақстанда, сізді білсін деп, сіздің жұмысыңыз туралы қалай біле алады? О моих проектах? Сіздің жұмысыңыз көбірек адам, побольше людей. Қалай біледі? Как могут узнать про вашу деятельность? Мы открыты. Инстаграм, да. Бірақ өте қызық. На наш инстаграм өте көп правоохранительные органы, подписаны, прокуратура, чиновники, өте көп адамдар, кім это. Эту ситуацию могут понимать, вот их много среди наших подписчиков. Қызығады олар. Олар қызығады, олар бұл ақпарат алады, сосын используют ее в оперативных целях. Значит, көбірек орысша айтқанда сарафанное радио, да? Бола береді. Біреуге сіз көмектесіңіз, ол енді қуанышты, басқаларға айтады, Сіз туралы басқаларға айтады. Егер қоланда мәселе шықса. Менің әріптестеріме айттым, өте көп подписчик болса, мы с работой не справимся. И так у нас өте көп сұрақтар директте, месседжте, там умножится екі рет қосса подписчиктер, мы не справимся просто. А сіз өзіңіз жұмысыңызда жасанды интеллектті қолданасыз? Қазір біз софт жасаймыз. Ол жасанды интеллектпен, на искусственном интеллекте основан. Қазір біз машинное обучение жасаймыз. Біз адамдарға софт береміз, ссылку или скриншот, жарнама скриншот бұл софтқа түседі, оларға жауап береді. Алаяқтардың белгілер бар, жоқ, және қаржылық пирамида белгілер бар, жоқ.
и как подсказка была. Сізде бір сайт бар ғой, сіз менде сайт бар деп айтып Да, бізде сайт бар. Сіз белгілі бір пирамиданың сайтын жазасыз, и ол айтады, бұл пирамида емес пе, да? Ондай сайт бар. Қазір сайт бар, және адамдар могут такие вопросы бізге сұрады. Бірақ это сейчас вручную жасаймыз. Жауап вручную как. Қолмен. Вот. Бірақ мы хотим автоматический режим. Ол ауыр жұмыс қой. Автоматический режим болса, вот тогда пусть көп адамдар келеді. Қазір бізге үлкен компания жиі обращение жасайды. Жүгінеді, өтініш жасайды. С HeadHunter мы сейчас работаем. На МФЦ есть некоторые компании, резиденты МФЦ, тоже очень часто біздің экспертиза оларға келеді. Ал сіздер «Игра в кальмара» деген сериалды білесіздер? Мен көргенмін. Дәл солай жағдай менің ойымша, себебі егер көп адамдар кедей өмір сүрсе, оның болашақта ол өте нашар немесе қызық емес сол адамдарға. Ал басқа болашақта мүмкіндіктер бар. Егер сіздер біздің жобасына келсеңіздер, сіздің өміріңіз ол өзгереді. Ол обещание сияқты. Уәде. Уәде беретін алаяқтар, олар өте әдемі көрініс, сурет салады. Алаяқтар әрқашан уәде береді, Они всегда обещания дают. Және олар гарантии дают. Гарантия. 100% гарантия бар. Вот бумага бар, лицензия бар, все поддельно. Адамдар чужие фотографии, басқа адамдар фотографии олар используют тоже. Люди смотрят на фотографию, думают, что с этим человеком что-то. Сосын біреу сізге звондай алады, айтады. Сол фотографияны менмін ғой. Тағы мысалы бар, олар жасанды интеллекттен фотография, тоже несуществующий адамдар. Прям видно, что ол этот. Үш қол болса, түсінікті. Ал енді сіз, Николай, өзіңіз туралы айтсаңыз, қазақ тілі туралы, не үшін, қашан басталды, не үшін үйрене бастадыңыз? Мен қазақ тілін 2,5 жыл болды. Үйрене бастадыңыз. Сол мен Қазақстанға 2,5 жыл келгеніме болды. Сіз басқа елден келдіңіз ғой, мен орыспын, мен Санкт-Петербургте тудым. Бізде көптеген орыс бар. Бірақ сіз ресейлік орыс. Ресейлік орыс. Мен Ресейден Астанаға көшіп келдім. Қай қаладан? Қай қаладан? Петербург. Санкт-Петербургтен көшіп келдім. Виктор Цой туған жерді. Сол қазір мен жаңа жобам бар. Психология, Психология, тек психология емес, ол подкасттар бар. Мен подкасттарды түсіремін. Қазақ тілді, орыс тілді подкасттар. Бірақ көбінесе сіз қазақшада сөйлейсіз, подкасттарыңызда? Қазақшада, орысшада, екі тілді. Сіз өте ерекше адамсыз, себебі сіз шетелдіксіз. Біріншіден, содан кейін қазақ емессіз. Шетелден Қазақстанға келіп, үйреніп алдыңыз қазақша. Енді Николай мен методикам бойынша сабақ береді. Қазақша сабақ береді. Бірінші уже начали преподавать казахский. Сіздің кітабыңыз өте пайдалы. Пайдалы болды. Себебі мен бұл кітабын оқып шықтым. Бәрін өте
түсінетін түсінікті. қарапайым жазылған ба? қарапайым сөздер, қарапайым Қарапайым орыс методикасы, тілімен. жүйесі, иә. Ол Рахмет. Ол өте для меня маған өте структурированный ол. То есть структура болса, обучение, маған обучение оңай болады. Себебі сіз заңгерсіз ғой, сізге жүйе керек, да? Вам система керек. мүмкін сіз- бүкіл адамдарға жүйе керек, себебі негізі, барлық адамдарға жүйе керек негізі. Всем людям система нужна, по идее. Дұрыс айтасыз. Бірақ система разный, әртүрлі болады. Иә. Рабочий, не рабочий. Иә, дұрыс айтасыз. мен мысалы психолог жұмыс істегенде мен казактармен жұмыс істеймін, олар маған келеді, содан кейін Николай мырза, мен 10 жыл бойы казак тілін үйренемін дейді, бірақ үйрене алмаймын. Қазақ, ұлты қазақ. Ол орыс тілді казактар, бірақ мен барьер сізден сабақ алып жүрген қазақ, иә? Жоқ, басқа басқа адамдар. адам. Мен психологиялық кедергім бар дейді, немесе мен казактармен сөйлескенде мен ұяламын, қорқамын, ішінде бір түрлі өзімді сезінемін дейді. Ол кісі түсінеді қазақша? Түсінеді. Бәрін Бәрін түсінеді. түсінеді. Сөйлей Бәрі алмайды. білмеймін, бірінші көбінесе. Сіз осы жағдайда қандай кеңес бере аласыз? Егер адам орыс тілді орыс тілді қазақтар, егер біреу кто-то, да? Қандай да бір белгілі адам, ол қазақша түсінсе, бірақ сөйлей алмаймын десе, онда тек қана бір барьер бар, психологиялық барьер бар. Оны сөйлеткізу керек. Себебі ол неге сөйлемейді? Ол қорқады сөйлеуден. Қазақша, ол қазақ болған соң, қазақша таза сөйлегісі келеді. Таза, тап-таза, дұрыс сөйлегісі келеді қазақша. Бірақ ол қалай таза сөйлейді, қалай дұрыс сөйлейді? Егер сөйлемегенде, сөйлеп бастап, сөйлей жүріп, уақыт өте келе дұрыс сөйлеп кетеді. Сөйлей бастау керек. Дұрыс. Надо просто начать говорить. Өте көп адамдар еще стесняются. Уялады, да? Қорқады, уялады. Как на меня посмотрят, а я там не так скажу, буду выглядеть глупо. И вот это такой тоже психологиялық барьер бар. Бар ғой, мен кәріспін ғой. Мен өзбек тілін өргенде, менде барьер болған жоқ. Себебі мен өзбек тілінде акцентпен сөйлесем де, маған бәрібір. Мен өзбек емеспін ғой. Ағылшынша маған бәрібір. Мен америкалық емеспін, ағылшын емеспін. Акцент болса да, мен сөйлей берем ағылшынша. Ал енді қарсы кішкене барьер болды. Себебі Кореяға барған кезде, Кореяда мен оқыдым Кореяда. Кореяда мен аэропорттан түссем, енді Сеулға бардым. Барлық адам маған ұқсайды. Все на одно лицо со мной, как муравейник, иә? Бәрі кәріс. Мен де кәріспін. Бірақ мен қарсы сөйлей алмайтын кәріспін. Или жақсы сөйлей. Мен де барьер, мен кәріспін ғой. И барьер. А потом, содан кейін мен өзбекстандық кәріспін ғой. Олар түсінеді ғой. Мен өскен ортам, тілдік ортам орысша болды ғой. Болған соң мен орысша сөйлеймін, қарсы емес. И мен қарсы сөйлей бердім. Сөйлей бастадым. Акцентпен. Көп адамдар кәтелерден қорқайды. Мысалы сіз орыс, бірақ мысалы сіз Ресейде емес, Америкада туған болсаңыз, туғаныңызда, сіз ата-анаңыз орысша сөйлеседі, сіз орысша түсінесіз, бірақ сөйлемейсіз. Себебі ағылшынша сөйлейсіз. Сіз Америкада тұрасыз ғой, мысалы. Енді сіз мен орыспын ғой, мен орысша таза сөйлеуім керек. Енді Ресейге барасыз, Мәскеуге. Орыстар бәрі орысша сөйлейді. Таза орысша. Сіз
мен де орыспын ғой, мен таза орысша сөйлеуім керек деп ойлайсыз, бірақ сіз ағылшынша сөйлейсіз. Иә. И сізде барьер, лингвистикалық, психологиялық кедергі бар. Өзіңіз өзіңізге жасайсыз оны алып тастау керек. Ал менің сұрағым бар, егер адам вот сондай орыс тілді қазақ сөйлегісі келсе, олар базарға бару керек, немесе ол оның ортасында табуы керек. Ну, негізі мен ешқандай базарға барған жоқпын. Базарға, ауылға. Базарға, ауылға, қазақтармен араласып сөйлескен жоқпын қазақтармен. Мен тілдік ортаны, жасанды тілдік ортаны өзім үшін жасадым. Қандай жолмен? YouTube көріп, телевизор көріп, радио тыңдап, өзіме жасанды орта жасағанмын. Себебі мен қандай ауылға барам? Менің уақытым жоқ. Қазақтармен мен қандай жолмен, қалай мен олармен араласам? Мен жұмысым бар, басқа жұмысым бар, дәрігер болып жұмыс істегенде мен қандай жолмен өзбектермен көп араласар едім? Жоқ, мен тек радио, YouTube, интернет, телевизор көріп, тыңдап, дамыттым есту қабілетімді да. Ең бірінші жолы сөйлеу үшін түсіну. Ми түсіну керек. Ми түсінбесе, сен сөйлей алмайсың. Сөйлей алмайтын боласың. Сондықтан ми түсіну үшін оған түсіндіру керек. Бірінші жол грамматика. Екіншіден орта. Орта болмаса жасанды орта. Жасанды орта тыңдау. Кез келген сол тілді контент. Тілдегі контент. Мысалы, қазақ тілді контент, өзбек тілді контент. Мысалы, айта беріңіз ғой, қазақ тілді контент аз. Қазақстанда қазақ тілді контент аз. Орыс тіліндегі контентпен салыстырғанда аз. Ағылшын тіліндегі контентпен салыстырғанда, испан тіліндегі контентпен салыстырғанда аз. Аз да бар. Қазақ тілін меңгеру үшін контент жеткілікті, жетеді. Ол бар, бәр бар. Әлбетте аз. Басқа тілдеріндегі контенттермен салыстырғанда. Салыстырмау керек. Контент бар. Мен контент пайдаланып, үйреніп алдым қазақ тілін. Юриде да сіз кез келген подкасттарды көре бересіз, көріп жүрсіз. Қандай дамытасыз? Есту, тыңдап дамытасыз. Өте жақсы, себебі YouTube'да әртүрлі контент бар, әртүрлі адамдар по-разному олар подают, да, речь. Түрлі жолмен, манера речи разная там, да. Вот, поэтому ол такой өте пайдалы, ол как құрал. Юрий, кстати, айтпақшы, Юрий сіз екі жыл бұрын да үн бастадыңыз? Или қалай? Менімен, бірақ бұрын қанша жыл үйреніп жүргенсіз қазақ тілін? Ну, бұрын менде... Студент кезінен ба? Да, я институтта өте строгий қатал мұғалім болды, және ол какую-то базу заложил. Негізін берді, А студент кезінде не үшін қазақша білгіңіз келді? Зачем хотели знать в институте? Ну, тогда... Это был предмет. Просто керек. Был предмет, и были преподаватели, которые не спрашивали с тебя. Не, жақсы баға үшін ба? Жақсы баға үшін ба? Для хорошей оценки? Или просто... Жоқ, я не знаю, она мне просто вот меня взяла и начала... Міндетті түрде болған. Я міндетті түрде все время на меня обращал внимание. Ну, я имею в виду, у вас не было, мне это не нужно, такого не было. Особо нет. Ну, керемет, көптеген адамда мне это не нужно, особенно в те годы. Сізде болмаған, вы так не мыслили. Жоқ.
другие были другие А, предметы, ага. басқа предмет болды, кім керек жоқ маған. Ну, сонымен 2 жыл бұрын сіз Бірақ кешіріңіз, бұл жағдай Алматыда болды. Ол в то время ол вообще орыс сөйлесетін орын болды, иә? Да, орысша көптеген орысша. Және заңгерлік сообщество, қаржылық сообщество вообще қазақша сөйлемейді практически в те времена. Және қаржылық эксперттер, банктан, там, страховой компаниядан олар больше ағылшын ақпарат алды. Қазақша емес. Я, потому что весь рынок, развитый рынок, дамыған нарық, ол же Америкада, Британияда болды. Қазақша керек жоқ в те времена вообще, ну, не нужен был, как бы. А енді қазақ тілді әрі қарай... Для работы, да, вот ты на работу приходишь, қазақша керек жоқ. А қазір қазақ тілінің жағдайын жақсарту үшін қазақ тілі, бизнес тілі болу керек па? Казахский должен языком бизнеса стать? Он уже как бы стал. Уже болып жатыр, не? Бізде же өте көп регион бар. Тек қана қазақша. Қазақша сөйлесетін регион бар. Все, там бизнес орысша. Бизнес тілі қазақша. Ничего не продаст. Тағы да егер вот сондай жағдай болса, егер партнерлер казак телге, серіктес казак телене қосса, ол мен егер мен казак тілін білмесе, мен мүлдем түсіне алмайтынын болады. Не, себебі Ал егер мен оларды түсінемін, егер мен казак тілін білемін, мен жалпы олар қалай ойлайды деп біле аламын. Бұл менталитет білу керек. Егер адам бизнесмен жасай алса, ол қазақстандық адамдардың менталитеті білу керек, түсіну керек. Қазақ тілінде? Қазақ тілі арқылы. Қазақ тілі арқылы. Менің ойымша, тіл білетін адам, ол бай адам. И егер вот сіз полиглотсыз, сіз көп шетелдік тілдер. Бірақ бұл менің жұмысым ғой, бәрібірде мен табыс табам, е. Мысалы, мен тіпті қазақ тілінде мен не үшін өндім? Себебі бұл менің жұмысым. Мен қазақ тілін білсем, одан қазақ тілінен сабақ берсем, мен табыстырақ болам. Деп ойлап та, бұл да мотивация болды. Бірақ екінші жағынан қарайтын болсақ, мен Қазақстанда тұрам. Мен Қазақстанда дәрігер болып жұмыс істегім келген еді. Сондықтан мен дәрігер болсам, мен науқастарыммен мен мемлекеттік тілде сөйлеуім керек деп түсінгенмін. Көптеген адам қазақ, қазақстандықтардың көбі қазақ. Олармен қазақша сөйлеу керек деп түсіндім. Егер адам қазақ тілін білгісі келсе, оған мұрат керек, мақсат керек. Сол егер мақсат сондай болса, ол аз болса, тек дүкенге бару үшін, ол менің ойымша ол істемейді. Бәрібірде неге қазақ тіліне деген сұраныс көбею керек? Должен вырасти спрос, да? Себебі, мысалы, сіз дүкенге барсаңыз, сіз нан алайын деп. И айтасыз, нан беріңізші дегенді білмейсіз. Сіз дайте хлеб. Дейсіз. Сатушы түсінеді сізді. Ол түсінеді. Қазақ болса түсінеді. А вот хлеб берите. Сколько стоит деп сұрайсыз. И айтады орысша. Қазақша айтпайды. Орысша айтады. Содан кейін сіздің қазақшаңыз дамымайды. Дамай қалады, себебі сатушы өзі
қазақ болса да сізбен өзінің ана тілінде емес, сіздің білетін тіліңізде сөйлейді, сізбен сөйлеседі. То есть яғни орыс тілінде, ағылшын тілінде, қазақша емес. Сондықтан мүмкін қазақтарға ұсыныс, біз берер ұсынысымыз, бізбен көбірек қазақша сөйлеріңіз керек. Қазақтарға айтуымыз керек. Иә. Мен әр кезде қазақ тілін сөйлесем. Басқа адамдармен. Таксиде, дүкенде. Сонымен қазақ тілі не үшін керек болды сізге? Мен Қазақстанда тұрамын. Мен Қазақстанда тұрамын. Мен адамдармен жұмыс істеймін. Мен психолог ретінде, мен шахмат мұғалімімін. Орысша? Орысша, бірақ мен терең қазақтарды түсінгім келеді. Қазақтарды түсінгім келеді. Себебі маған келетін қазақтар, олар ішіндегі... Не үшін сізге қазақтарды тереңірек түсіну керек? Жұмыс істеу үшін. Психолог ретінде. Психолог ретінде, себебі мен олар маған келеді, олардың мәселелерін мен білуім, түсінуім керек. Егер мен қазақ тілін білмесе, мен тек поверхностный адам сияқты жұмыс істей болады. Ал енді Юрий, сіз студент кезінен бастап қазақша ақырындап үйренгенсіз, иә? Содан кейін сізге қазақ тілі өте керек болды, иә? Очень нужно стал, да, в какой-то момент? Или қалай болды? Менде екі мақсат бар. Бірінші мақсат қазақша, аңғылшы, ол все равно миге развитие береді. Дамытады миды дамытады. Жаңа навык алса, сенің нервная система, мозг, ол развивается. Екінші мақсат, біз Қазақстанда тұрамыз. Елімізде өте көп адамдар, там большая часть адамдар, адамдардың көбі, адамдардың көбі қазақша сөйлесетін адамдар. Это нормально, что маған қазақша керек. Бірақ өте қызық, қазір Астанада және Алматыда в общественных местах, кафеда, там, да, дүкенде қазақтар орысша сөйлейді. Себебі өте көп адамдар, турист, қазір уже когда там вот события начались, да, өте көп адамдар Ресейден, Қазақстанға келді. Олармен біздің азаматтар орысша вынуждены разговаривать, будут разговаривать. Себебі орыстар и вот туризм, ол отчасти сделал вот эту ситуацию, это я заметил. Орысының дамытып кетті. Бірақ вот бізде өте жақсы мәселе бар. Рахмет сізге, что человек терең, глубже хочет погрузиться, с людьми общаться. Это и для этого нужен казахский язык. Супер отличный пример. Кісінің кілті тілде мен деймін. Ну да, ключ в языке же. Иә. Тілде, кілт. Келгендеріңізге көп рахмет. Біздің әңгімеміз өте қызықты болды, мен ойымша. Сіз екі сөйлем немесе біздің көрермендерге кеңес немесе напутствие айтып жіберіңізші. Біздің көрерменге айтарым, қазақша біліңіздер, бір-бірімізден қазақша сөйлесейік деген ұсынысым бар. Ал сіз қалай? Екі ұсыныс? Көп рахмет, шақырғандарыңызға рахмет. Құрметті достар, қорықпаңыздар, да? Қорықпаңыздар. Қазақша сөйлесу қорықпаңыздар. Сөйлеуден қорықпаңыздар. Себебі ешкім күлмейді, да? Никто не будет смеяться. Может быть, и буду смеяться. Бірақ
это навыки, которые вас развивают. Иә, Бұл дұрыс құрал, миларыңызды дамытады. иә. Это всегда обогащает человека. Байытады. Иә. Көп тіл білу, адам бай болады. Адамды да байытады. Иә. Байытады, иә. Да, обогащает. Және қазақша, ол тоже очень сильно өте көп развитие, даму береді. Даму береді. Иә. Ал даму беретін адам ол сондай қиын жағдайға келмейді, иә. Вот ақша туралы пирамидалармен байланысты. Рас па? Иә. 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 Жақсы. Рахмет, Николай. Ақыл азбайды, білім тозбайды. Рахмет, Николай. Рахмет, назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.